деп өзімнің құрбымның белінен келетін шашын күйдіріп, үйіне барып, белінен келетін шаш, мынандай каре шаш қылып берген. Мысалы, бір шаштың өзін күйдіріп 70-80 мың алған кезде сендерде шабыт оянады дальше. Бірақ оған дейін сендер этапна былай жасауларың керек, жұмыс жасау керек. Удачно тұрмысқа шықтым деп айта аласыз ғой өзіңізді? Негізі удачно тұрмысқа шықтым, өйткені өзімнің күйеуім де өнер адамы, мен де өнер адам болғасын, бір-бірімізді жақсы түсінеміз. Бишілер шығарады, солардың киімдерін барлығын өзім отырып үйде тіккен, бірақ өте қатты әбіржедім. Мен содан, шынымды айтқанда, содан қашып шықтым үйден. Қайырлы күн достар, әдеттегідей тәлімгер подкастының кезекті шығарылымдамыз. Бүгінгі бізде студияда қонақта жалпы Түркістан қаласындағы беделді топ колористердің бірі Диляра Мханова. Қош келдіңіз, Диляра ханым. Қош көрдік. Танысқаныма қуаныштымын. Жалпы енді сізді осы Түркістан қаласындағы белгілі топ колорист ретінде танимыз барлығымыз. Осы кәсіпке келетін кезде сіз қалай келдіңіз? Жалпы бұл кәсіпке келуіңіздің себебі қандай? Мен өзім көп балалы анамын. 3 баламды босанғанша үйде отырдым. Одан кейін 3 баламды кішкене өсіргеннен кейін жұмыс істеу керек болды. Күйеуіме қосымша ақша табу керек болды. Күйеуімнің жалауы болғым келді. Сондықтан өзімнің мамандығым негізінде өнер факультетін бітіргенмін, дизайн одежды. Мамандығым бойынша жұмыс жасай алмадым, өйткені жалақы өте төмен болды. Сөйтіп салонға қарай бет алдым. Басында универсал болып істеп жүрдім, жұмыстың барлығын. Содан кейін барып, осы колористика жағын дамыта бастадым. Өйткені маған өзіме қатты ұнады, түсті шығару деген сияқты. Сонымен осы колористика маманын, жалпы айтқанда маман болып қалды ғой енді ол. Соны дамытып жатырмын. Жалпы енді бұл кәсіпте, кез келген бір кәсіпті бастаған кезде қиындықтар болады, бір қызықты тұстар болады, бір есіңізде қалған, ең бір қиын кездер болсын, я бір есіңізде қалған клиенттеріңізбен қызықты сәттер болсын, естеліктерге шолу жасап айтып өтсеңіз. Осы как раз коронавирустың кезі еді, бүкіл салондар жабық. Мен колористиканы енді бастап жатқан кезім, тұғына көзде обученияға да бармағам. Содан қатты қызықтым. Сөйтіп ютубта ақтарып, қалай бұл істеуге болады деп, өзімнің құрбымның белінен келетін шашын күйдіріп, үйіне барып, белінен келетін шаш, мынандай каре шаш қылып берген. Сол ең қызықты нем. Осы уақытқа дейін әлі айтып жүрем соны. Сол подругамның арқасында мен уже ары қарай түсіне бастадым да. Солай? Нені түсіне бастадыңыз? Колористиканы түсіне бастадым уже. Дальше қалай болады, не болады. Одан кейін барып обученияға барып дамытып жүрдім. Ал қандай қиын этаптар болды? Жалпы кәсіпті бастаған кезде көбінде қаржылық жағынан болады, кейбіреуінде моральдық жағынан қиындықтар болады ғой? Қиындық болды, я басында алтындарымды сатып, өзімнің салонға керекті заттарымды алған кездерім болды. Бірақ ол 1-2 алтын сатып, заттарымды алып, бірақ оны неше есе шығарып алдым. Басында сондай қиындықтар болған енді. С нуля бастау оңай емес қой негізінде. Ал бірақ қазір топ колористпін дейсіз ғой? Шүкір. Жалпы енді шаштың өзі бұл біреуге тапсырған кезде сенімді адамға тапсыру керек қой? Иә, әрине. Жалпы өзіңізден де басқа шәкірттеріңіз бар ма? Жалпы шәкірттерім бар, иә, шәкірттерім бар, қазір істеп жатыр. Олардың да жұмысына қарап баға беріп, Инстаграм арқылы бір-бірімізбен связьда боламыз постоянно. Жалпы жақсы енді істеп кетіп жатыр. Солардың істеп кеткені менің мерейімді көтереді. Енді ұстаздан шәкірт озар дейсіз ғой. Жалпы білесіз ғой, қазақ қоғамында әйел адамдарына қатысты стереотиптер өте көп. Мысалы, әйел адам үйде отыру керек, тұрмысқа шыққаннан кейін жаңағыдай жұмыс істей алмай қалады, баланың несімен тірлігіне үйде отырып қалады, я болмаса күйеуі рұқсат бермей қалады дейді. Мысалы, енді сіз отбасылы, көп балалы анасыз. Жаңағыдай жұмыс пен кәсіпті қалай бірдей алып жүрсіз? Және де осылай қалай құлпырып жүрсіз? Жұмыс пен кәсіпті шынымды айтсам, мен күйеуімнің поддержкасы өте көп болды. Егер ол поддержка бермей артқа тартса, мен бұлай алға қарай жылжымас едім. Өйткені шетелге барып та оқып келіп жатырмын, Алматыға барып оқып келемін, жан-жаққа барып оқып келемін. Егер күйеуімнің қолдауы болмаса, мен бұл дәрежеге жете алмас едім деп ойлаймын енді. Енді әйел адам болғасын 40 жаны бар, барлығына үлгереміз. Қазында ерте тұрып, барлығын істеп кетіп деген сияқты ғой. Енді мен балаларым өсіп қалған үлкендері. Қазір кішкене менде свобода бар.
Жалпы енді осы кәсіпті бастаған уақыттан бері қазірге дейін қанша уақыт өтті? 7 жылдай ғой. 7 жыл. Осы 7 жылдың ішінде қандай жетістікке жете алдыңыз, айта аласыз ба? Біз негізі командамен жұмыс жасаймыз. Мен ол командадан кеткім келмейді. Күйеуім де қанша айтқан, жаңағы өзің жеке салоныңды аш, жеке жаңағыдай бизнесің баста деп, бірақ мен осы командамен бірге адам дамытам десе, бір жерден ақ көгеруге болады. Өзімнің жеке кабинетім бар, сол жақта клиенттерімді қабылдаймын, тек записпен аламын. Басында қиыншылықтар болды ғой, клиент келмейтін кездер, ондай барлығымызда болды. Даже клиенттердің шаштары сынып қалып, ұрыс естіген кездерде болды, ақшаларын бермей кеткен кездерде болды. Ол қиындықтың барлығынан шүкір қазір өттім. Енді өзімнен кейінгілерге оның барлығын қазір былай қарап тұрсаң, шәкірт алатын болсам, бірден болып кетсем деп айтады. Бірден. Ондай нәрсе болмайды негізінде. Өйткені бізді компьютермен жаттап алып істейтін нәрсе емес. Әр клиенттің көңілін табасын, әр клиенттің шашының структурасы әртүрлі болып келеді. Біреулердікі мықты болады, біреулердікі әлсіз болады. Соның барлығын, шаштың типін жаңағы уже істей бергеннен кейін соны аңғарып, дәл сонымен жұмыс. Қоластыңызда қанша шәкіртіңіз жұмыс істейді қазіргі уақытта? Жоқ, менімен бірге істемейді, бірақ жан-жақта салонда істейді. Так, жалпы осы кәсіп саласына келгісі келетін жас мамандарға қандай кеңес берер едіңіз? Және де олардың бойында қандай қасиет болу керек? Неге жаңағыдай төтеп беру керек, шыдау керек? Қазіргі бұл именно өзімнің колористика несін айтатын болсам, шыдау керек. Барлығына шыдау керек, төзім керек, ерінбеу керек, ешқашан ерінбеу керек. Сосын кейін қазір интернеттің дамыған заманы, Инстаграм жүргізу керек. Шәкірттерім барлығы Инстаграм жүргізіп алып кетті деп айтамаймын, өйткені ерінетіндері өте көп. Соларға айтарым, олар жас қой, жас болғаннан кейін оларда уақыт та бар. Барлық нәрсені істеймін десе, қазір бәр нәрсе дамыған. Дамыту керек қой, бір сөзбен айтқанда. Бір орында тоқтамау керек. Бір орында тоқтамау керек. Мен өзім 40-қа жақындадым жасым, бірақ сонда да мен тоқтағым келмейді. Дальше дамытқым келеді. Өйткені мен осы жолмен кетіп баратқаннан кейін, солай енді өйткені мен өзімнің мамандығым бойынша уже жұмыс істемейтінімді білем. Жалғастыру керек деп жатсыз ғой, жалпы. Бала тәрбиесімен айналысқаннан кейін, жалпы бала шағаңызға осы саланы, кәсіпті насихаттайсыз ба, жалпы болашақта осы салаға келіңдер деген секілді үйретесіз ба? Бәлкім бұл отбасылық кәсіпке айналуы мүмкін ба болашақта? Жоқ, оны үйретпейтін едім, бірақ үлкен қызым енді косметология жағына қатты қызығады. Мүмкін соған направление берем. Так шашқа жоқ. Өйткені өзінің қиындықтары бар, 7-8 сағат аяқтан тұрып тұру деген бар, адам денсаулығы да кетеді дегендей. Бірақ әр жұмыстың қиындықтары болады ғой. Шыдау керек, енді сүйіп істейтін болсаң, бәрін жеңіп шыға аласың. Дұрыс айтасыз. Одан бөлек, сізге келетін әйел адамдар келеді. Әйел адамдардың жас айырмашылығы қандай, және олардың сұранысындағы шаш үлгілері немесе шаш түсі қандай? Жалпы, кейін клиенттеріңіздің несімен кері байланыс жасайсыз ба олармен? Әрине, кері байланыс жасайды. Бір жағы қарап тұрсаң, біз кәдімгі психологпыз ғой. Олармен басынан бастап, өткені мен бір клиенттің өзімен 7-8 сағат жұмыс жасаймын. 7-8 сағат олармен сөйлесесің, олардың ойын тыңдайсың. Кейбіреулер семейный нелерін шығарып алады келіп айтып. Жас аралығы мендегі клиенттер 20 жастан 50 жастың арасында келеді көбіне. Үлкен әйелдер онша келмейді, бірақ жастар көбіне. Өзімнің қатары деген сияқты. Жалпы осы кәсіп сізге қандай бір шабыт сыйлайды? Соны айтып өтсеңіз. Болады ғой, бір сүйікті ісіңмен айналысқанда өзің алатын ләззатың болады, басқаша. Бір жағы енді жұмысқа қарай асығып тұрам ғой, өзіме қатты ұнайды. Шаштың түсін ойымдағыдай шығарған кезде мен одан сайын ертең асығып тұрам келесі клиентке. Келесі клиенттің шашын істеуге. Олар қуанып эмоциясын шығарғанда, ол күні мен 8 сағат аяқтан тұрып жұмыс істесем де, бірақ андай шаршамаймын. Бір жағы ақшаның болуы да бар. Ол да бар. Приятная усталость дейді ғой. Солай болып үйге қайтамын. Демек, сізді осы салада ұстап тұрған нәрсе, осы нәрселер? Иә, осы нәрселер. Енді
кейде шәкірттерге айтам ғой, сендер ертең мысалы бір шаштың өзін күйдіріп 70-80 мың алған кезде сендерде шабыт оянады дальше. Бірақ оған дейін сендер этапно былай жасауларың керек, жұмыс жасау керек. Қалай ойлайсыз, жалпы бұл кәсіптің болашағы бар ма? Әрине бар. Өйткені әйел адамның 80% сұлулығы шашында. Әйел адамдар шашына көңіл өте қатты бөледі. Өйткені қазіргі экологиядан ба, ең актуальный нәрсе ол ағарған шаш. Ағарған шаш ол әйелдерді шықса түрін болды, қартайтып жібереді. Сол үшін олар уже ай сайын салонға келеді де тұрады. Оны бір, мысалға, маған бірінші рет отырып тұрған клиентті разы қылып жіберсем, ол болды, уже айналып келе береді. Клиент солай жиналады. Ал біріншінде отырғанда мастер ұнамады ма, уже клиент ол жоламайды уже. И одан кейін мендегі парақша жүргізем, Инстаграм, Түркістан қаласында біразы таниды, сол арқылы бір-бірін естіп келе береді. Қазіргі клиенттер де ғой негізі умный ғой, бүкіл нелерді салыстырады, ақшасын салыстырады, жұмысын салыстырады, сөйтіп барып келеді. Шаш күтіміне қатысты не айта аласыз, мысалы, әйел азаматтарына? Шаш күтіміне мен көбінесе шаштың түсін ашамын, бірақ көп әйелдер уход жасайды деп айтамын. Ол міндетті түрде ол. Кейде көшеде көріп қалсаңыз, сонша әдемі істеп берген шаштарын бүйтіп жүн қылып түйіп алып жүреді. Кейде замечание айтам, болмаса WhatsApp-тарына жаз жіберем, осылай күтіңдер, өстіңдер деп. Барынша өзімнің қолымнан келгенше айтып түсіндірем. Жалпы, мына бір нәрсеге сенесіз ба? Мынау шаштың түсін өзгерткен кезде адамның да бір өмірінде өзгешелік орын ала бастайды деген. Ол мифологиялық түсінік па, немесе адамның өз-өзін алдауы ма? Жоқ, ол өз-өзін алдау емес, ол әйелдің энергиясын көтеретін нәрсе ғой. Мысалға, айна кішкене шаштың ұшын қырқып тұрғанның өзі адамдағы жаңағы жаман нәрселер деген сияқты сол шашпен кетеді. Негативтің барлығы негізі шашқа қонады. Бірақ сол шашпен жұмыс жасағаннан кейін ол бізге де ауырлығы бар негізінде. Өзімізде кейде мазасызданып қалатын кездер болады. Негативтің бәрі өйткені шашта болады. Қалай ойлайсыз, жалпы бұл кәсіпке келетін әйел адамдардың көбісі не себептен келеді? Сіздің ойыңызша, енді өзіңізден былай басқа жақтан қарастыратын болсаңыз. Қызыққаннан, бір жағы ойлайды, енді бізде мысалы жетістіктеріміз салып тұрамыз ғой, жаңа көлік алып, үй ремонттап, ананы алып жатырық, мынаны алып жатырық деген сияқты. Ал көбісі енді мені біледі, күйеуім 1 айлыққа жұмыс жасады. Ал 1 айлықпен ондай нәрселер істеу қазір мүмкін емес. Бәр нәрсе қымбат. Сол үшін де уже қалай айтса болады, осылай сияқты үйреніп алсам, мен де жақсы ақша табам деген нәрсе ғой негізінде. Тағы алып қосарыңыз бар ма? Не айтқыңыз келеді, жалпы кәсіпкер болуда жаңағыдай алып қосар бір айтар ақылдарыңыз бар ма? Ішімде қап кетті, мынаны айтқым келеді деген нәрселер болса. Жалпы ерінбеу керек, қазіргі жастар егер ұнатып келетін болса, ұнатып істейтін болса, дамытса, өте күшті мамандық бола ма, қалай болады? Маман есі немесе. Бұрын мысалға салонный мастер деп қоя салатын еді ғой, қазір оның ішін өзі бөлінеді, визажист, колорист, кератин жасайтын бөлек деген сияқты да, правист, солай. Керемет. Кәсіпке енді бет алып келе жатқан жас қыз келіншектерге болашақ жарын таңдауда сіз қандай кеңес бересіз? Өйткені сіз удачно тұрмысқа шықтым деп айта аласыз ғой өзіңізді? Негізі удачно тұрмысқа шықтым, өйткені өзімнің күйеуім де өнер адамы, мен де өнер адам болғасын, бір-бірімізді жақсы түсінеміз. Көбісі, мысалға біздің салонда уақыт деген нәрсе жоқ. Бір күн ерте қайтасың, бір күн кеш қап қоясың. Соны түсінетін жігітке тұрмысқа шықса енді. Түсіністік дейсіз ба? Бұл жерде взаимный отношения болса болды ғой, главное. Бірақ көбісі жаңағы салон десе, біздің Түркістанның именно еркектерінде андай негатив қалыптасып қалғанда, салонда жаңағы жақсы қыздар жұмыс істемейді деген сияқты. Бірақ сол жағы негізі өтірік деп айтайын. Енді өйткені салонмен де қанша көтеріліп жатқан қыздар бар, қанша семьясын асырап үй салып жатқандар да барлығын көріп жатырмыз. Енді сондай жетістіктерге жетуге болады, ерінбеу керек. Жалпы, енді топ-колорист деп жатыр ғой, биылғы жылға немесе келесі жылы трендте болатын шаштың түсін айтып өтесіз бе? Өйткені бізде жыл сайын ауысып отырады, оны білесіз ғой, сол секілді. Трендте әр кезде әрқалай болады, негізі ауысып отырады. Мысалы, былтырғы түсте черри цвет, бордовый,
солар мода болды, одан кейін карамель мода болды, одан кейін жаңа түріктің сериалында Дефне деген қыз бар, оранжевый цвет, солар мода болды. Солай келе береді негізінде. Демек ауысып отырады. Салонға келгеннің бір плюсы, әйел адам өзіне қарауға мүмкіндігі бар. Үйде отырған, немесе гос жұмыс істейтін әйел адамдарға қарағанда салонда көбірек өзіне көңіл бөле алады. Маған сол жағы ұнайды бір жағы. Мен өзім 4 жылдай үйде отырып тігіс тіккем. Жаңағы күйеуім тойға бишілер шығарады, солардың киімдерін барлығын өзім отырып үйде тіккем, бірақ өте қатты әбіржедім. Мен содан шынымды айтқанда содан қашып шықтым үйден. Машинкаларын бәрін сатып жібердім бірінші, өйткені отырсам мен отырып қалайын деп тұрмын. Содан салонға қарай шықтым. Салонда жұмыс істеу сізге еркіндік береді? Иә, еркіндік береді. Өзіңе қарауға мүмкіндік бар да. Мүмкіндіктер көп негізінде, өте көп. Тек қолдану керек па? Иә, тек қолдана білу керек. Кәсіптегі кез келген адамның өзінің әріптестері болады ғой. Жалпы өзіңіздің әріптестеріңіз туралы не айта аласыз? Енді әріптесіне қарай сен де бір жұмысқа құлшынысың артады ғой. Оларды күнде көргің келеді деген секілді. Иә, негізінде біздің жиналған орта, мен мысалға жаңа айтып жатырмын ғой, басқа салон неге ашпайсың деген сияқты. Сол әріптестерімді қимаймын, өйткені өте жанашыр адамдар жиналған. Бір салонның ішінде 21 мастер жұмыс жасаймыз. Бірақ 21 мастердің өзі бір үйдің бір жанұяның адамдары сияқты. Всегда бір-біріне поддержка беріп, всегда қолдап, минус жерлерін жасырып, кейбір клиенттермен кикілжің болып қалатын болса, обязательно ақтап шығып деген сияқты. Негізінде жиналған әріптестеріне де байланысты. Салонның жаңа желаниямен жұмыс істеу. Біз мысалға азында мен өзім 8-де 8:30 жұмыста болам, кешкі 8-9-да қайтам. Бірақ мен қанша барып солай жұмыс жасасам да мен жалықпаймын. Өйткені мен әріптестерім көруге асығып барам. Кей күндер жұмыс болмай қалса да солармен барып шай ішіп отқанның өзі қызық. Сол үшін ортаны да жақсы таңдаса, негізінде мықты алып жүруге болады, көп ақша табуға болады. Жалпы өзіңіздің алға қойған жоспарыңыз, қандай мақсатыңыз не болмаса, арманыңыз бар ма? Арман мақсат көп қой, бірақ шынымды айтсам ондайлар айтуға қорқамын. Неге? Секрет? Өйткені менде осы жылдың май айынан бастап біраз нәрсе басымнан өтті. Негізі инстада достарым біледі көбісі. Содан кейін көп нәрсені былай айтуға қорқып қалдым. Желіге шығаруға қорқып қалдым. Бірақ соның бәрінен құламай, әйтеуір өтіп, 2 ай депрессиядан шығып, қазір қайтадан жұмысымды дамытып істеп жатырмын. Жалпы сізге келетін клиенттер тек қана түркістандықтар ма, әлде басқа да өңірлерден келе ма? Шәуілдірден көп келеді, осы Түркістан айналас шетінен көп келеді. Алматыдан 4-5 клиентім бар. Сол шаштарын істетіп, қайтадан обратно кететін клиенттерім бар. Сарыағаштықтан көп келеді, Шудан келеді. Шымкенттен клиентім жоқ, бірақ Кентаудан көп келеді маған. Жаңақорған келеді. Демек, аудиторияң көп десеңізші? Иә, аудитория бар. Диляра ханым, сізге осы подкастымызға келіп, қонақ болып, өзіңіздің ақыл кеңестеріңізді, тәжірибеңізбен бөліскеніңізге өте қатты қуаныштымыз. Құрметті достар, подкастымыз өз мәресіне жетті. Біздің бүгінгі шығарылымда осы сән әлеміне шолу жасадық. Жалпы колорист саласындағы ерекше бір оқиғаларды, маңызды нәрселерді айттық. Ендеше подкастымызды осы жерден аяқтаймыз. Амандықта болыңыздар.